тесік шұлыққа айналды-ау. Қайдағы тесік шұлық? Әлгі адам тастап кеткен сөмкеден табылған шұлық се. Жасыл түсті ғой. Иә, жасыл түсті. Не деп кеттіңдер? Қайдағы шұлық? Орман ішінде аңшы жүр, қолында қаруы бар. Бәрімізді қырып салуға дайын. Ал сендер қайдағы жоқты айтып отырсыңдар. Байқұс құндыз болса тесік шұлыққа айналып жерде жатыр. Мен де осы шұлықты айтып тұрмын ғой. Достар, аңшының кімге оқ атқаны белгісіз. Сондықтан көңілімізді түсірмейік. Анығына көз жеткізуіміз керек. Кірпі, бұл аса қауіпті ғой. Аңшының қолында мылтық бар. Бәріміз мерт болуымыз мүмкін. Тасбақа, не деген қорқақсың? Сен тіпті қорқақсың, тіпті қояннан әрі. Мені соншалықты қорқақ деп кім айтты? Әне, аңшы келеді. Ойбай қастым. Айттым ғой. Қорқақты қуа берсең батыр болады. Сондықтан іске кірісейік. Бастысы, бізді аңшы байқап қалмауы тиіс. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Алға! Кірпі, түсінсем мүйірмасын. Қолыңды зыбырлатып, не көрсетіп тұрсың? Тайын әкеміздің артымыздан еріңдер дейм. Солай десеңіз. Енді төртеуміз төрт жаққа бөлінуіміз қажет. Біз тұзаққа түстік, кірпі, көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Мен әлі өмір сүргім келеді. Құтқарыңдар. Үй, Тасбақа, төртеуміз төрт жаққа қашуымыз керек еді. Неге артымнан жүгірдің? Ұсталсам, жалғыз өзім ұсталмайын деп. Өйткені мен сендер сияқты бірден шешім қабылдай алмаймын. Екеуміз ұсталған жағдайда сен әйтеуір бірдеңе ойлап табасың. Ей, Тасбақа! Қоян! Бері кел! Қоян, Тасбақамен тиын ұсталып қалды. Оларды құтқаруымыз керек. Қап, екеуі бір жаққа қасқандар нес? Мені дұрыс түсінбеген ғой. Жоспар құру керек. Мына жерде қаншаңшы екен. Ашыңдар. Мына темірден жасалған торға тіпті тісім өтпейді екен. Тісіңді сындырып алма. Бірақ бұл жерден құтыла алмасақ, онда саған тісте керек емес қой. Тасбақа, дұрыс шешім қабылдап үйрену керек. Сен менің артымнан ермегенде тұзаққа түспес едік. Менің бойымда батырлық жоқ. Бүгін болмаса да ертең батыр болатыныңа мен сенемін. Өткен жолы бізге анау кедергі жасаған аңдарды ұстап сазайын тарттыру керек. Олардан тон жасап кемейміз бе? Анау үлпілдеген жүні бар семіз қоянды ұстасам, керемет тон жасаймын. Қап, қылғаламды тастап кетіппін ғой. Енді суретті қалай салам? Ақымақ, қайдағы сурет? Мұндай әңгімеңді енді естімейтін болайын. Шынымды айтсам, сенің қатыгездігіңнен шаршадым. Өй, мұнау не дейді? Мен аңдарға жәбір көрсеткім келмей. Ұқтың ба? Қане тыныштал, әйтпесе сені қазір... Түсіндім. Бұл қылығыңды енді көрмейін. Аямайтынды білесің ғой. Мен тұзақты тексеріп келейін. Өніңді шығармай отыр.
бұл іске араласқым келмейді. Қалай мені түсінбейді? Мен өнер институтында оқығым келеді. Ағамнан қалай қашып кетсем екен? Құнайжан ау, еркелікті қойып, ересектерше ойлау керек. Әке, егерде мен тек сіздің айтқаныңызбен жүретін болсам, онда ешқашан есеймеймін. Қателесу арқылы есею керек емес пе? Сіз маған бостандық бермейсіз. Бостандық бермейсің дегенің не? Құнай, мен сен үшін уайымдайым. Менің әкелік парызым сені жамандықтан сақтау. Мен үшін алаңдамаңыз. Алаңдауды қой дейсің бе? Сенің кесіріңнен осы жерде отырған жоқпыз ба? Артымнан еріп келдіңіз. Құтқардыңыз ба? Жоқ. Екеуміз бірдей ұсталдық қой. Сізден алысқа кетіп қалу үшін мен әдейі ұсталғым келген шығар. Құнай, не деп тұрсың? Расымен менен жалықсаң, онда еркіңе жіберейін. Әкетай, сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Ақымақтығым үшін кешіріңіз. Бірақ әрбір қадамымды бақылап отырғаныңызды қаламаймын. Қанша тырыссам да менен жақсы әке шықпады. Әкетай, кешіріңізші. Сізге керемет әкесіз. Бәріне мен кінәлімін ғой. Құнай, сөзіңнің жаны бар. Мен сені ешқашан еркіңе жіберіп көрмеппін. Есейіп қалғаныңды енді байқадым. Қанекей көрейін. Менің тұзағыма кім түсті екен? О, тасбақа тиын. Олжалы болыппын ғой. Тиынның терісінен бас киім жасап кисем, ал тасбақадан сорпа қайнатып ішсем. Қоян, алдымен мына жалпақ беттен құтылу керек. Екіншіден... Анау собақ бетті аңшы кетуге бел болған сияқты. Аға, ренжіме. Аңсаған арманыма қол жеткізуім керек. Ей, ақмақ! Ей! Қайда кеттің? Қайт деймін! Ей! Ой, не болып кетті? Ойбай! Ойбай! Мә саған! Мына орманға енді келуші болма! Кірпі, рахмет. Бізді тұсақтан құтқаратыныңа сенген едім. Сол үшін қатты уайымдамадым. Құтқарыңдар. Кірпі, кешірші мені. Сені тыңдамастан кетіп қалдым. Бастысы, бәріміздің басымыз аман. Саған алғысым шексіз. Керемет! Айдын. Жүрегің дерттен айыққан сияқты. Бұл кім? Әжей, сіз бе? Иә, бұл мен. Сізді көрем деп ойламап едім. Сен түбегейлі өзгердің. Мен адам қалпыма қайта келе аламын ба? Әрине. Бірақ сенің жүрегің шынымен соны қаласа ғана. Әрине. Қайта адам болғым келеді. Мені алдасаң да, өзіңді алдама, Кірпі.
есіңде болсын. Тек өзің шынайы қалаған сәтте ғана бәрі өзгеруі мүмкін. Қалғанын өзің шеш. Бұл түсім бе? Өңім бе? Бала кезден біз өстік осы орманда, өмірдің оты жүрегімде жанғанда. Мен қуандым, Сен туғанда. Байлығы көп, сәбізі бар. Көлдері көп, өзені бар.